Мен рушыл емеспін, мен тайпашыл емеспін, мен әрберден кейін болатшы демеспін, қаракерей демеспін, найман демеспін, мен қазақпын. Мен қазақпын, болды. Мен мына қаракерейлердің сұрағына қарап айтып отырмын, мен қазақпын. Талдықорғанда 2019 жылы мен тұтқындалудан бұрын қаракерейлер жиналыс ашып, маған ат мінгізетін болғанда, мен қаракерей емеспін деп аудиоға бар жібергем. Үлкен той дастархандарына бармай қойғам. Мен қазақпын. Мен румен тайпамен ауырмайым. Румен тайпа құдаласқанда өзіңнің қарындасыңды келін қылып түсіріп қоймас үшін, өзің қызыңды туысқанға, жақынға беріп қоймас үшін ғана керек. Тегіңді білу үшін ғана керек. Бірақ ол ұлтты жіктеуге себеп болмау керек. Мен жалайырды жек көрмеуім керек. Мен албанды жек көрмеуім керек. Албаннан қыз алып, содан өсіп өніп, ұрпақ өсіріп отырмын. Мен Шымкентті, Қызылорданы жек көрмеуім керек. Қазақты қазақ қылып отырған Шымкент, Тараз, Қызылорда, Түркістан, ру бірін-бірі жек көрмеу керек. Жер бірін-бірі жек көрмеу керек. Қазақ болып үйісу керекпіз. Қазақ болып үйісу керекпіз. Менің ұлы нағашыларым ұлы жүздер. Ал не бопты? Ұлы нағашыларым ұлы жүздер. Бұл бәріміздің қанымызда. Менің қаным сенің қаныңда бар. Сенің қаның аналық тектен, аталық тектен сұрасақ, бәріміз бір қазақпыз. Сондықтан мына тайпашылдық деген нәрсені ұмыттыңдар. Тағы не айтасыңдар? Мына арнайы айтпайтын еді, мына қаракерейлер бір құпия партия құрып жатыр ма? Солар арнайы дастархан жасап, кәдімгідей маған хабарласып екен, соған айтып отырмын. Қайдағы сұрақты айтады екен ғой. Қарақалпақстанның тәуелсіздігіне қалай қарайсыз дейді. Енді анаған қалай қарайсың, мынаған қалай қарайсың, не сұрақ енді? Ол Қарақалпақ халқы өзі шешеді оны. Қарақалпақ халқы өзі шешеді. Қарақалпақтың азаматтары сауатты болып, халықарамен бірлесіп, өзбектің билігімен ымыраға келе ма, сөйлесе ма, өздері шешеді оны. Бірақ ол жер, сол байлық, сол мұнай газ Қарақалпақтың меншігі. Құдай сол жерге Қарақалпақты орнатып қойды. Сол жердің иесі Қарақалпақ болу керек. Тағы сұрақтар қойыпты. Ой. Ассаламағалейкум, Сержан аға. Мен Қызылорда облысынан хабарласып отырмын дейді. Сізді 2-3 жылдан тыңдаймын дейді. Ниетін, батасын, тілегін айтыпты. Ата жұртқа көмектескен дейді. Алла разы болсын. Ұзақ жазып. Мен сізбен кейін хабарласам, арты 74 деген ағамыз сізбен мен кейін хабарласам. Қазір тәңіршілер көбейіп кетті. Ата дінімізге қатты тіл тигізуде. Олар турасында не айтамыз? Жалпы олар жоба емес па дейді. Тәңіршілдердің бір бөлігі жоба. Қазақ халқын жіктеп, іштен ірітіп, мың сан топқа, дінге, сектаға бөлу Нұрғауынның жобасы. Бір ұқсас нанымы болмау керек, діни наным ұқсас болмау керек, бірімен бірі алтыбақан алауыз болу керек, араз ашты болу керек. Осы жоба қазақ даласына 77 ата бабамызда көрмеген мың сан сектаны кіргізуге себеп болды. Ал тәңіршілдердің ішінде шынайы өзін тәңіршілмін дейтіндер, басқаға, мысалы мұсылмандарға, не қазақтың басқа наным сеніміне тимейтіндер болса, олар жоба емес. Олар шынайы тәңіршілдер болуы мүмкін. Бірақ ал ірткі салып, қазақтың ұлттық құндылықтарына, қазақ халқының басым бөлігі сенетін нанымдарға қарсы шауып, және Нұрғауынды мақтап, Нұрғауын аман болсын десе, онда ол таптаза киім бе. Демократиялық ұстаным бойынша, және шариғаттың ұстаным бойынша, сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме. Бұл Құран аяты. Құранның аяты. Сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме. Құранда осындай аят бар. Құранның сүресі бар. Бұл хадис емес. Және Құдай, Алла тағала өзінің соңғы пайғамбары және елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға айтты, сен тек ескертушісің деді. Ол өзінің көкесін дінге кіргізе алмай жылағанда, бүкіл денесін
алақанмен сипап аяғын ұмытқанда, оның аяғына оттан жасалған кебіс кигізіледі делінгенде пайғамбардың қолы тимеген. Сонда айтты, оны дінге әкелу біздікі, сенікі тек ескерту деді. Демек, әркімнің діни нанымына құрмет, шариғат бойынша да дұрыс, әркімнің діни нанымына құрмет, адамдық құқық нормалары бойынша да дұрыс. Сондықтан кім қандай нанымға сенеді, бір-бірлеріне жау болмаңдар. Ал егер бірін-бірі шұқылап жау болса, ол Нұрғауынның жобасы. Қазақтарды іштен іріту үшін, бір-біріне айдап салып, алты бақан алауыз ашты бақа қылу үшін жасаған жоспар. Тағы не айтасыздар? Қазіргі Қытайда қазақтың қалы қалай? Қытайда тұтқындау қайта басталды. Батыстың қысымынан Қытайдың экономикасы тасталқан болу алдында тұр. Сондықтан Қытай біресе қазақты тұтқындайды, біресе босатады, біресе соттайды, интеллигент зиялыларын жаппай тұтқындап жатыр, ал біреулерді босатып жатыр. Қазіргі Қытайдағы жағдай өте күрделі. Тағы не сұрақ бар? Бәріміз бірігу керекпіз ғой дейді. Біріккенде Нұрмамаймен, Нұралтаймен, Нұрбатырмен, Нұртитюшкалармен, лицензиясы бар иттермен, есектермен бірігудің керегі жоқ. Бірігу туралы солар көбірек айтады. Ал сен өзің біреуді қолдасаң, шынайы күрескер, ұлттың көзін ашып жүрген шынайы күрескермен күрессең, сен соны өзің істей бер. Сен жолдастарыңды үгіттеп, соның тобына қосыла бер. Бірақ менің қосылуым міндет емес. Маған ақыл айтпа. Мен күрестің адамын. Мен өз стиліммен, өз схемаммен, өз жобаммен, мен түрмесіне де отырып, қиындығында көріп, бүкіл мал мүлкімнен айырылып, бүкіл туыс туған жора жолдасын безіп кетсе де осы жолымнан таймай күрестім. Сен маған ақыл айтпа. Сен өзің күрес. Сен де түрмеге отыр. Сен де айналаңа адамды жи. Сен де ұйым құр. Сен де партизандық топ құр. Сен де ячейка құр. Сен де ұяшықтар құр. 1000 досыңды қасыңа жи. 1000 туысыңды қасыңа жи. Күрес. Өзің дұрыс деген адаммен одақтасып күрес. Бірақ Нұрмамай, Нұралтайлар емес. Анау өтірік ұлтшыл, өтірік демократ болып жүргендер емес. Нұрғұрылтайшылар емес. Сен анаумен бірік, мынаумен бірік деп диванда жатып ақыл айтпа. Мен Қытайда қазақтың басына күн туғанда қолымды батпаққа тықтым, басымды отқа тықтым, суға да түстім, түрмесінде көрдім, ұсталдым, сотталдым, қамалдым, үркітілдім, қорқыттым, бопсаландым, бәрін көрдім. Бәлем мәрте сот болды менің басымнан. Қайсың сондай сотты көрдің? Мықты болсаң қайтып кел дейді. Ал өз жерінде отырып күрескен Аронды қайсың құтқара алдың? Мықты болсаң қайтып кел, елге қайтып кел дегеннің бәрі киімбінің жалдамалылары. Сен елде отырсың, сен не істедің? Сен не істедің? Соны айт. Мен істедім. Ең соңында сені не соттай алмаймыз, не тоқтата алмаймыз. Енді сені КамАЗбен соқтырып өлтіргеннен басқа амал қалмады дегенде кетуге мәжбүр болдым. Басқа амал жоқ. Мен істейтінімді істеп, максимал тау келсе сүзіп, тас келсе шайнап, ұстаған жерде қолым, тістеген жерде тісім қалған жігіттім. Оның бәрі бүкіл әлемдік медиада жазылды. Маған кінә арта алмайсың. Маған ақыл айтпай, елге қайтып кел демей, өзің не істедің? Сотталдың ба, түрмеге отырдың ба, 1000 қазақтың басын қозғап наразылық өткіздің ба, пикетке шыға алдың ба, не істей алдың? Соны айт.